Құрметті оқырмандар, назарларыңызға композитор, жазушы, публицист, музыкатанушы, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Әлия Жақановтың туғанына 85 жыл толуына орай Еділ мен Жайықты толқытқан ақын атты бейне баянды ұсынамыз. Әлия Жақанов 1936 жылы Жамбыл облысының Сарысу ауданында дүниеге келген. Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Қазақ СССР министрлер кеңесінің теледидар мен радио жөніндегі мемлекеттік комитеті жүйесінде әдеби редактор. Қазақ радиосының музыкалық редакциясында бас редактор болып қызмет атқарды. Қазіргі кезде еркін шығармашылықпен айналысуда. Әлия Жақановтың әндері жастар арасында жақсы танымал. Ол Алматы кешінде, Асылым, Жайлакөл кештері және тағы басқа әндері. Екі жирен, бірінші концерт әңгімелер жинағының, Аққулар қонған Айдынкөл, Ықылас романының, музыка және музыканттар туралы зерттеулердің авторы. Ақын Жұбан Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Еділ мен Жайық әні 1981 жылдан бастау алды. Яғни сол жылдың 7 қазанында туды. Осы бір Еділ мен Жайық әні арқылы Әлия Жақанов бүкіл бір тұтас дүниені өз жүрегінің бесігінде салып бермейді, әлдилейді, аялайды. Әлия Жақанов әндерінің барлығы да халық арасында кеңінен таралып, халық сүйіп тыңдайтын композиторлардың біріне айналды. Әлия Жақановтың шығармашылық әлемі аса кең. Ол тамаша қаламгер, жазушы, шебер драматург, ел үшін ерінбей, жалықпай шарлап, халық әндері мен әншілер туралы дерек іздеуші, фольклоршы, саяхатшы, ғалым, қазақ радио пьесасы атты өнер саласының негізін салушы, халық композиторлары мен әншілері туралы телехабарлар жүргізудің майталман шебері. Ол Халел Досмағамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне құжат тапсырып, 78 жасында суретшілік мамандықты меңгеріп шыққан. Оның дипломдық жұмысы Жерұйық деген атпен топтама ретінде салынды. Ол топтамада суретші Алтай мен Атырау арасын жайлаған қазақ даласын майлы бояумен, қыл қаламмен бейнелеп шыққан. Оның көркем туындыларының ішінде 8 радиоспектаклі, телеспектакльдерге, телефильмдерге жазған сценарийлері бөлек жанрлық топ құрайды. Тележүргізуші ретінде ол дәстүрлі ән мәдениетінің жауһары Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Естай, Жаяу Мұса, Мәди, Майра, Балуан Шолақ және тағы да басқа атақты адамдардың көркем шығармашылығын бейнелеген. Қазақ өнері мен әдебиетінің дамуы мен өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Әлия Жақанов көптеген шығармалардың авторы. Жүрек пернесі. Бұл кітапта халық әндерінің шығу тарихы мен халық әншілерінің өмір жолы туралы жазылған лирикалық эсселері мен Зәу затымның баяны атты өзінің өмірбаяны баяндалады. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Теміртауда мақпал түн. Бұл жинағына кіршіксіз көңілі мен шалқар сезімінің толағай таланты арқасында еленген зор халықтық махаббаттың көрінісіз беттес шағында шымыр шығармалары, сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездесулеріндегі сыршыл жазбалары енген. Жинақтың екінші бөліміне автордың бірталай әндері нотасымен берілген. Кітап жалпы өнерсүйер, ән сүйер қауымға арналған. Махаббат вальсі. Бұл кітапқа повестері мен новеллалары жинақталған. Бірінші концерт атты бұл кітабы қазақ композиторлары мен әнші күйшілерінің творчестволық өмірін әр қырынан ашуға арналған деректі әңгімелер мен эсселерден тұрады. Өлмес өнерге деген мәңгілік махаббат жинаққа енген әрбір шығармаға желі болып табылған. Еділ Жайық. Бұл кітап заманымыздың әйгілі классикалық әндерінің бірі Еділ Жайық әнінің хикаясын зерттеді. Автор өз жүрегінен шыққан құдіретті гимндік ән арқылы қазақ халқының арғы-бергі тарихынан тебіреністі сыр қозғап, ата-бабаларымыздың бүгінгі тәуелсіздігімізді көксеген асқақ арманын биік рухпен суреттейді. Ықылас романы қазақтың атақты күйшісі Ықылас Түгеновтың өміріне арналған. Ықылас артына мол мұра қалдырған көрнекті тұлға. Шығармада негізінен Ықыластың өнерге құлаш ұра бастаған жастық шағы, өнеге тұтқан ұстаздары Ақын Шөже, Қырғыз Күреңкей, Қобызшының ықпал әсері, сол дәуірдің қат-қабат оқиғалары, ел тұрмысы, күйшінің Қоңыр, Ерден, Жезкиек, Аққу, Кертолғау секілді тағы басқа күйлерінің шығу тарихы, сондай-ақ қазақ-қырғыз халықтарының достық, туысқандық, қарым-қатынасы, өнер сабақтастығы жан-жақты суреттеледі.
Іле Жақановтың шығармашылығы өнертанушылардың, әдебиет сыншыларының назарынан тыс қалмай өз бағасын алған болатын. Профессор әдебиеттанушы Тұрсынбек Кәкішев былай деген екен: ән арқылы, әнші арқылы бізге тарихи сана дарытып отырған Іле Жақанов шын мәнінде үлкен жазушы, парасатты қаламгер, махаббаттың азабын, табиғаттың гүлденуін, адам жанының әлем тапырығын, оқиғалар қақтығысын суреттейтін шығармалардың негізінде өмір шындығынан нәр алатын қосымшалар, ойдан шығарылған жайттар көп болады. Ал хас шебердің қолынан шыққан дүниенің оқушыға ләззат беріп, сана дарытып, уысынан шығармайтын қасиеті де осында.